Барлығына сәлем. Кешегі біздің мынау тұрған шұңғыл тәрелкедегі вазада тұрған тесікті бітеу үшін арнайы әдіс керек екен. Кеше есіме түспепті. Біз бұны shell модификаторын қолданғаннан кейін келесі edit poly модификаторын қолданамыз. Әрі қарай мына тұрған төртбұрыштерді өшіреміз. Бәрін белгілеп алу керек міндетті түрде. Өшіреміз делайтпен. Так, F4 қосуым керек. Міне. Енді мына жері көрдіңдер ғой. Іші деген бос болу керек. Енді ары қарай мынаған cap жасай саламыз. Бұл жабылып қалды. Бұлай тұрған дұрыс емес, сондықтан да cat деген бізде модификатор бар. Осы арқылы қиып полигонды төртбұрышты деңгейге әкелуіміз керек. Так, ол дұрыс емес. Ортасына барамыз, сосын барып былай барамыз. Әрі қарай ортасына болды. Әрқайсында төртбұрышты полигондар пайда болды. Енді турбосуз модификаторын қолдансақ болады.